Özlerimin özleri kömüyüp ölmez ölsün, әпшем солардың арқасында шұбырлаған балдарын жетектеп жүре берсін. Дені сау, әрқашанда жақсылық қонсын. Соларымыз ағайымыз. Сондықтан бөтен ешкім жоқ. Сіздердің әулеттеріңіз, үлкендеріңіз біз танимыз. Жастарды танымай қалуымыз мүмкін. Бірақ өкімдерді жақсы білеміз. Сол жерінен құда болып дегенде өзіміздің араласып отырған ел екен ғой, жекжат екен. Biz baylarмен бұрыннан бөтен емеспіз, бұрыннан жекжатпыз. Өзі қоңыраттың өзі бөтендік емес. Қай ата қазақтың ішінде болса да бір-біріне бөтен емес. Бірақ балдар үйленетін кезде, келін алатын кезде, қыз беретін кезде ұлу сұрағанымыз болмаса, бір қазақпыз. Сондықтан келген жерлеріміз жаңағы өзімізді айтсақ айта кетті деуі мүмкін, бірақ дегенмен де қара көрсе 8 атарамыз. Соның ішінде Баймұрзаевтар әулеті 3 атадан тарағанбыз бері қарай. Біздің үлкендеріміз Ережеп әкеміздің бауырлары, Мейрамкүл анамыздың бауырлары жабылыма таныстырған шығар. Біздің Мейрамкүл анамызды білесіздер, өздеріңіздің әпкелеріңіз болып келеді. Қыз жатшыртық деген осы біздің атамыздың шаңырағына келетін түкі болып, үлкені болып, жаңа өздеріңізге қызғардайса құдағи болады. Абай енді қартайып бастадыңыз ба, құдағи болды. Сондықтан мына өзі Баймұрзаевтар әулеті, мен ар жағына кетпей қойып, бер жағынан бастап келейін. Баймұрзаевтар әулеті 3 атадан бер жағына айтайын. Серік атамыз, одан бері қарай сіздердің құдаларыңыз осы өмірден өтіп кетті. Жақсыға жүру жоқ дейді. Сондай есімі елде қалған, азаматтың асыл жары болған, перзенттерге ана болған, немерелерге әже атанып жатқан. Содан Ережеп әкеміз ұлысының асыл жары, біздің анамыз, апамыз, сіздердің құдағиларыңыз Мейрамкүл құдағиларыңыз. Одан кейін Құлбек деген 3 атадан тарағанбыз. Содан өзі нағашылар сіздерге ағайын болады, басымды жағы болады. Бұл әулетке тек қана нағашы емес, сіздер жақтан да жақындығы бар. Анамыз жақтан да жақындығы бар. Дегенмен де еркелетсең, еркелейді көп кішкентай баладай, ақыл айтса ақыл асқан анамдай деп қызды қазақ қатты құрметтесе,
әпке үшін, бауыр үшін, қыз үшін біздің қатарымызға көшіп сіздерді күтіп жатыр. Болмаса осында отырған кісілер аталарымыздың, аналарымыздың, әкелеріміздің бірі балалармен, бірі немерелермен қатар болса да, Құда берген сөзді құрметтеп, төрден орын алып, чай беріп, сіздерді құрмет жасады. Бұл әулетке небір жаны жайсан азаматтар төрден орын алған, қызмет жасаған, қадірлі қонағымыз болған, сол кісілерге дастарханды жайып, асын беріп, қабағын берген осы анамыз. Кешегі күнде болса, елде халқың қалау болсын деді, құрметке еленген азамат еді. Сонда бір дүркінге қатысқан өздеріңіздің құдаларыңыз, бұл да болмаса келесіде болады деген үміттеміз. Сондықтан бір жақсы күндеріміз көп болсын дедіңіз. Жаңа құдалар құда болып, үлкен болып осы көкеміз барды. Бұл үзден де үлкен көкелеріміз бар. Қазір барған бар ертең біздің әулетімізге үлкен ағайындарымыз, аталарыңыз, апаларыңыз келгенде күтетін болады жалпылама. Сондықтан біз өзіміз жақ таныстырайық. Жаңағы әкең өлсе орнын ол басады, шешең өлсе орнын қыз басады дейді. Сондықтан мына Ережеп ақсақалдың әкеміздің бізге ата болады осы. Сол кісінің ұлы ананың жанына жалау болып, көмек болып, балаларға басшылық жасап, бауыр болғанмен, арқадан ерген інімен келін болғанмен, әрі ата орны ата, әрі аға орны аға, қайнаға орны қайнаға болып, мына ананың жанына жалау демеу болып отқан біздің ағамыз. Сіздердің нағыз ауыздарыңызды толтырып, нық қылатын құдаларымыз, осы Ережеп ұлы Қуаныш деген құдаларымыз. Жаңа тойларымызда да, құдалықта да, жастардың шығу тойында да құдағи деп құрметтеп сөз берсеңіздер, осы ана мен ағаның шаңырақтары. Сондықтан қара шаңырақтар әр баланың өзінің оғаны бар, шаңырағы бар. Бірақ осында арнайы дастархан жайып, онда суын құяйық, батасын алайық. Біз сыйласатын жекжат болғандықтан жолын жасайық деген ана мен ағаның қуанышты, армандаған, бақытты күндеріне, сәттеріне жетіп отқан күндердің бірі деп қабыл алайық. Сіздердің үлкен Байларжандар руынан шыққан өте көп. Міне кешегі күні өмірден өткен ары қарай кетпей қояйық, бері қарай кетейік. Бақытжан Жаңбырбаев деген Байларжандар руының көшбасшысы болды. Ол тек қана руға емес, облысқа емес, ауданға емес, республикаға, өзге елдерге танылған еді. Жаңбырбаев, Бақытжан да. Мұны сондай көкелеріңіз шыққан сіздердің. Қазақтың туын 37 елге барып, туын көтеріп, қазақтың ән ұрайын шығып, спорт школаның директоры болып. Мына сол кісінің бір сөзі бар. Той деген сөз үш әріптен тұрады, бірақ қазақтың небір дәстүрі салты осы үш әріпке кіріп жатады. Мұны одан бері қарай келсек, ол спорт саласында келсек, ол да спорттың бір түрі. Көкпар саласында Қошқар балуан ақсақал аталарым, сендердің тікелей аталарым болады, осы жерде туылып өскен. Сондықтан сол кісінің ұлы таныстырған шығар, айтылған шығар, Еркін деген нағашы. Біз жаққа нағашы болады, сендерге ағайын көке болады бұл кісі. Сондықтан енді сразу көке ағайын демей, той біткен кейін ағайын болғандар, ансал отырашты. Қаза қарап өсетін болсын. Сізді құда-құданы күте беріңіздер. Сол Еркіндегі үлгіміз, бұл кісіден де үлкен ағаларымыз бар. Ол кісілерден жаңағы уақытына қарай, жолына қарай, бірі қуғыншыға барады, бірі қамаршыға барады, бірі құдалыққа барады. Сол жолмен бірі шақыртушыға барады дейін, сол жолдармен, орындармен тапсырып отқан біздің Еркін деген көкеміз болады. Нағашымыз болады, құдағиларымыздың бауыры болады, Байларжандар руының жігіті болады сіздерге ағайын болады. Сондықтан ары қарай өтейік, біз жаңағы құдағиларымыздың бауыры, сол жаңағы Бибісара деген Қошқар атамыз мың айдың жүзінен өтіп, 90-мен Жамбыл Жабаев атамыз ғасырмен құрдас болғалы болып, қадам басқан еді. Жақсыға жүрген жоқ деген осы шығар, ол Бибісара апамыз өмірден өтті. Мұқтағиларымыз маман. Бірақ ол кісіні көрдік, осындай аңыздан адамдары оны құрметтедік, әнін тыңдадық, жолын жасадық, кез келген жерде жас демей, үлкен демей құрметін жасап жатыр. Ол кісінің апамдардың апа деп еркелеп немересі бар, әнін айтып, соның қолымыздан келгенше видеоға түсіріп алып, оны ютубқа да салдық, тиктокқа да салдық. Мұны сондай жақсы нәрселерді көрсетейік жастарға. Сондықтан бұл сол Бибісара апамыздың қызы. Енді біз осы өңірде болғанмен, кеңесшіл Жамбыл ауылы әкімшілігінде сіздерге келіп бір, сол сіздердің үйлеріңіздің бер жағында. Жайсан, бажасы ғой.
Arkası da öğrenin olursa. Sonuçtan bu sizlerin köybalarınızın bölüsü bular. Yüzde sırağın bu da zeyt sol şığız degen enemiz var. Bizge bir tuğan enemiz deyip o birge katar ölsün. Olsun namaz bizge mamaday oldu. Egenin şişemizge dost oldu. Sonuçtan sorumlu veren kurdagilarımızın bağlı bular. Marjan degen kudaşalarımız var. Nagaş, akkelerimiz var. Sonradan bu üstümüz Ali yapışı deyip, жаңағы ruhun götünde, boğmaza baylar jandarda, karı gözü deyip bölmekteyiz. Sonda akemiz kattı hürmet dedi. Marjan sen benim dostumsun, mamam da dostum kurdu deyip. Өзі негізі Мақтарал ауданында ең бірінші машина әйелден айдаған, маржан айдаған, менің досым айдаған. Ол кезде бандиттер 99 девятка айдаған дейді. Девятканы маржан айдаған, негіз бұл мафия деп. Қатты құрметтеймін. Сонда мына Маржан деген әпкеміз Шырайлы Шымкент қаладан сол Бибісар апамыздың ең кенже қызы, қалта түптеде сүт кенже дейді. Жас кіші болғанмен нағыз осы бауырдың бәріне тікелей әдемі қатты еркелейтін Сабыр деген ережеп баларымыздың бажасы бар кенже. Сол Сабыр бүгініміздің еңбегі әпше болады, нағашы сіздерге әпке болады. Азиза есімі, бұл Шымкентте. Одан бері қарай көше берейік. Мына қыз деген жат жүр. Бұл енді анамыздың бауыржан аз таныстырамыз нағашылар жүр. Солай қарай көрейік. Жаңа 3 атадан таратып беріп, соның бір атаның қыздары, балдары. Баймырзаевтар әулеті. Бұл әулетте кәсіпкер де бар. Шопырларда оқытатын саласында да қызмет атқарған бар. Жаңағы ішкі істер саласында да жақсы қызмет атқарған азаматтар бар. Сол кісілердің біреулері өмірден өтті көкелеріміз біздің. Бірақ қыз медицина саласында қызмет атқарып жатыр. Жаңағы үйлеріміздің қасында заңғар тойхана бар. Ол жалғыз сізге бізге емес, осы Мырзашевин өңірде ортақ тойхана десем мен артық айтпаймын. Сол жерде жаңағы бір тойханасында, жол саласында қызмет атқарып жатқан, әрі ағарту саласында да қызмет атқарып жатқан мектепте ұстаз, әрі бос уақытында хобби, сол аппаратура, ән саласында, музыка саласында Зуровый деген жен қазір келіп қала жатыр, оны да таныстыра жатармыз. Ол жаңағы үйленген ол бізге бауыр болса қатарлас, сізге күйеу болады, жездесі болса, сол кісінің інісі болып келеді, жиені болып келеді. Сол кісінің мамасы біздің әпкем болды. Атакен ауруханасында. Наследник. Қазір алтын сарайға баратын болсаңыздар, үйін алдынан өтетін болыңыздар ғой. Мен бұл жақтан қарағанда осы үйдің көп шай ішесіздер. Одан кейінгі бізге жақыннан кетсе, жақын болып қаласың. Менің Жүсіп деген әкем бар. Қазпоштада қызмет атқарады, халыққа қызмет көрсету орталығында қызмет жасайды. Жаңа құдалыққа барды ғой, ә? Барды. Сөйлеп бағыңыз, байқамай жазыңдар. Сол менің әкем содан шыққан маған, мен де сөйтіп көп сөйлейтін болып кеткен. Сол біздің келіншегі, біздің мамамыз, біз бірінші әйелден, бұлар екінші әйел. Сондықтан одан бері қарай көшетін болсақ, біздің жеңге бұл кісі де сол салада. Сондықтан бір жақсы әзілдейміз, кешеңді бер дейді, біз ал дейміз, бұрын бермейміз деп жылайтын кезде бер деп қаның ішінден, қазір ал десек отказ беріп отыр. Сондықтан одан кейінгі біздің жеңгеміз болады. Нағаш жеңге жағынан, не? Есіңізді айтыңыз. Жаңа одан кейінгі Еркін деген көкеміз сіздерге барған, сол кісінің үйіне келіншегі, біздің нағашы жеңгесі, есіңізді айтыңыз. Одан кейінгі біздің баладан кішкентай атамның кенже олар. Bizim olsa Çinesimizde. Ben lakabatını ama Digi Arman'da tanıp etti mi? Ben bunu Çinesinin açımı için tanımaydı. Bunu Avdanga Kokbar salasında Bazit desek oldu dedi. Koşar balvanın balası. Sonradan Bazit bizim ağamız sola yesimi atalып etti. Odan keyin bundan bizim şeygelerimiz şimdi yesimimiz aydınız. Kanak doktor bilgilerinde yerine ise adamlar demeyip olsa ilk ayakta. Bunun bayağı tut ayaklar dedi. Sonradan o kişi de kalıptı canında, Abzal canında, dergiler salasında, bizlere karşıladı. Kanşa maldardı, mal mı kötüğüne malın septiğini deyilsinler bizim kokamızın ilgili jengемizin Kudavelerimizden arkasından yerikkiletken jengeler. Zuhra Jok, Hacıman'ın özü. Odan keyingi
Жаңағы Жүсіп деген құдалар барды ғой жаңағы шаңырақтан. Соған еріктеп жүреді өзінше. Бірақ жараспайды саған боқтаған деймін да. Сәбит деген көген бар өзін. Біреу әкем боқтайды, біреу Сәбит көген боқтайды мен боқтайды. Кешен деп. Талай қыздарды машина айдауды үйреттім деп қойса. Сол Сәбит көген мендегі жеңшеміз, есіміңізді айтыңыз. Қарлығаш. Қарлығаш. Мына енді біздің тікелей құдамызды ең соңында демеңіздер, ең соңында мықты сауындар салады, шабандоздар. Ең соңында мықты әншілер өлең айтады, концерт бітеді. Сондан осы кісіні арнайы таныстырадан алдым, біздің осы әріптерімізді сіздерге арнайы таныстырайық. Әпше есімізді айтыңыз. Айжан. Айжамал. Мен қайынбекем. Құдай, байыр құда, Мен қайынбекем ғой. Жанашыр әпшесі ғой. дұрыс қой, байыр құдағилар болады. Байыр құдалар. Сіздерден алдырек осы өлетін есігін ашып, есігін көрген біздің жек жатымыз, құрдасымыздар. Одан кейін міне сіздердің нағыз ауыздарыңызды толтырып айтатын құдаларыңыз өз күштер. Жүсіп көкемізден кейінгі ағаларымыз көке есімізді айтыңыз. Асықпай. Қалай ұршанды соқсанда болады десе. Енді құдағиларыңыздың киеліне, сіздердің бауырларыңыздың, қыздарыңыздың жолын көрсететін, бағытын көрсететін, ененің қабағы қалай шыққан кезде соны қалай жазатындығын, былайша айтқанда ол жанаттың мектебіне келді қыздар. Сондықтан мүмкіншілігі барынша қыздарыңызға, бауырларыңызға айтыңыздар, жанаттың көңілінен шықсам, Керемкөл ененің көңілінен шығады екенсіңдер. Сонда тек қана күйеудің қабағына қарай бермеңдер. Жанаттың қабағына қарай. Сондықтан осы армалда тұңғыш кешіне қуанышты құдаларыңыздың үйінде құдағиларыңыз осы жеңгемізге рахмет. Бетке айтып мақтаудың өзі әдепсіздікке жатады дейді, мен мақтайын деп тұрған жоқпын. Болмаса қуаныштың әйелін айтып, бұның бір шапанын, жилетін киейін деп тұрған жоқпын. Әулетімізде сондай үміті бар, сыйлы, осы анамыздың көңіліне, табағына, ыстық суығына төзіп отқан осы біздің жеңгеміз, құдағиларымыз. Жанат деген. Одан кейінгі мынау құдаларыңыздың бауыры, апамның балдары жаңа төрт ағайынды дедік, ереже бақсақалдар төртеу. Біреуі қуаныш құдаларыңыз, біреуі сіздердің күйеу балаларыңыз болса, бірі міне сіздердің құдаларыңыз, есіміңізді айтыңыз. Одан кейінгі Рамазан. Кім баласы? Бауы ойдызың, дәмін бар. Ол нағашы болады. Және еркін құдаларыңыздың қолы Қошқар балуанның немерелері болады. Сондықтан енді менің есімім Оңалбек, менде бүтін емеспін. Мына кісіге іні болып келемін, жақын ағайын, тырнақтан етпеймін. Бірақ енді бұл кісі еркімізге жақын. Әкеміз өмірден өткенше, көзін жұмғанша, қатты дидарласты, сырласты, соңғы кездерде байқадық. Адам үйленіп келген әйелге қарағанда достың қасында көп адамға деген ойлар кетіп қалған еді. Сол әкемізге кеше көп жүреді. Анамның қасына мынау бармайды, мен шешем қасына әкем бармайды. Екеуі көп қыдырды. Сондықтан бұл кісі бізге ерекше құрмет бар әулетімізге. Анамызға болсын, ағамызға болсын, балдарымызға болсын, немерелерге болсын, біздің атамыздың көзін көрген. Мен бар. Қуаныш құдаларымызбен пайғұлындай кебісіп өскен, бір бешірде көңірек болған десек Сондан досы, кластасы, Камош. Мейрамгүл ағам, Камалбек біздің әйелі Ғалиядан Камалбек, Камош жіберек, кластас досы, құдаларымыз одан келгенде жаңағы Зайсаннан келген, Зайсаннан. Зайсаннан не хабар? Бар ма? Россияның орыстардың жігіттері мафия болып девятка мінсе, қазақтың қыздарынан бірінші девятка мінген Маржан әпшеміз дедік қой. Сол кісінің ұлы біздің ініміз Шыңғыс. Құдаларымыздың жиені болады. Одан кейін жаңа айттық, ағату саласында қызмет атқарып жатыр. Ән саласында да осы Қоңыратарықтың бойындағы жас буын өнерпаздар сахнада өнер көрсетіп жатыр. Кеше күні бұл осыны тәрбиелеп жатқан кебірім. Осы жігіттің тәрбиелеген баласы осы әндер байқауында мақтарал ауданында бірінші орын алып, Түркістанға жолдама алып. Енді еңбектің жемісі деген осы екен да. Сондықтан мен де басқа мектепте істеймін.
Бұл да істейді. Бұлдан өнерде мен өнерден. Адам қызғанып болады деген. Бірақ сол бірінші орындаған орында менің інілерім бар. Бірақ менің мектебімнен орнамағанға бір ішінде бірдеңе болып қалады деген. Сондықтан бір қуанып қалды. Аспаптарды да жақсы ойнайды. Қазір өлең айтсаңыз Өлең айтқызады. Сондықтан тағы барып келеді келіндер, тағы бір келіндер бар. Солар әкеледі. сен сөйлемейтін қарым сөйлетіп тұтайын деп Одан кейінгі кім ғой енді? Қайрат күнейіндегі. қайрат жеңді. Мына келіншекті мына. Аға сендердің жеңгелерің болар. Біз қыздар бар, төрге алқанға шығып кетпеңдер. Ал енді кетпеңдер. Енді сендер біз үлкендермен аралассақ бұл қыздар, сендер жастармен араласасың. Сондықтан мына жастар танып алды. Сәл 5 минут ары берсін, тамақ реттемесіңдер. Біз енді шына білмейді. Енді құдалар неге танысылар. Сипап тұрсаңдар, кездесіп тұрсаңдар, танымай өтіп кетпеңдер деп тұрмын. Сондықтан мына қайсымыз таныстырамыз сіздер жақтан? Өзіңіз бе? Айта кететін болсам, өзім жайлы айта берсін. Сіздердің келіндеріңіз өз үш ағайынды, өзінен кейін туған сіңілісі ағашы қыз, оның жолдасы күйеу баламыз. Есіміз қойды. Олар. Мыналар танысымыз ғой, Одан кейін жалғыз бауыры бар, ол кісі Кореяда келе алмады, келіншегі Камила. Мен өзім бөлек келіні боламын, келіндеріңіздің есімім Мөлдір. Байлажандардың келінімін. Сіздермен танысқанға қуаныштымын. Келіндеріңіз құтты болсын, шаңырақтарыңыз әрдайым той болсын. Енді нағаш. Біз енді ары қарай әдемі бір құттықтау сөз жалғастырайық. Құдайдың сүйген пендесінің шаңырағында той жиын болады деген. Құдайдың сүйген пендесінің шаңырағында той жиын болады деген. Сондықтан құда деген бала шағадан артық болады дейді. Ол рас. Мына сіздерге деген құрмет, сыйыңыз. Ер бақыттың қыздан үзек, қыз бақыттың сізден үзек дейді. Сол уақытта келіп жеткен деген оны білмейді. Сөйлеп олай, асылаңызда. Сондықтан мына енді шына тоқып бір сөйлеп олай. Бұларды басып қойған енді ұмытымсам алғашқы деп өз бұлда. Енді өтінде бір тілек жалғастырайық. Білек киіз деген қазақтың асыл сөздері мақалы бекерге айтылмаса керек. Той біздікі болғанмен екі жаққа бірдей ортақ. Арман айқын мақсат біреу той ортақ. Бірі Ережеп әкеміз жақтан қуаныш болса, бірі Мейрамгүл анамыз жақтан қуаныш. Сондықтан мына әкенің бауырды құрметтейді артық болғанмен. Бұл кісіні ананың бауырды құрметтейді нағашыда. Жан жарыңды құрметте, бақыты үшін балаңның нағашында, ардақта, ақ сүті үшін анаңның деп, біз осы екі әкенің ананың бауырларына сөз берейік. Осы кісі бір тілек айтсын, құда-құдағиларға сосын құрмет жасайық. Көке, ағайын бұл өзіңіз бастап беріңіз. Бұл нағашы болып тілек айтыңыз, ағайын болып бастаңыз. Бағана Жүсіпке айтып отырым ғой, енді сен айтпасаң, бөлек-бөлек айтсын. Мейлі, құрметті қонақтар, төрге шыққандарын құтты болсын, жастарымыз бақытты болсын. Не деймін, Ленчемнің інім екеуі құдаласы үйінде әрдайым той болсын. Аспан ашық болсын, заман тыныш болсын. Тойға келіңіздер, құдаласы келешек есік тойға да келе беріңіздер. Құдай жалғастырады. Қысқасы дәрімдері. Құдашалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жиеніңіз үйлерін ашымы құтты болсын. Келін сүріп, қолдары ұзарып, құлары жүгіріп. Дастархандар жақсылыққа жайсын. Құда қалса екі жас бақытты болсын. Өздерімен өздері көбейіп, өніміз өздері. Артынан шүбірлеген жұлдыздар ере берсін. Біз соны қуаныш болып жүре берейік. Құдашамына бір түрлі отыр ғой. Баяғыда сіздердің орындарыңызда отырған. Кейін өзінен кейін кішкентайлар көп көзге жасаласын деп жасама құдайға. Сөзі құдайға кейінде қаласын. Сіздер де ертең күн осындай боласыздар да, сол жақта аманшылық жақсылық болсын. Тек дастархан жақсылыққа жайылсын, жастарымыз бақытты болсын. Сосын алайық, да?
Енді шыңғысақ атаңызды көкке қойғойшы да. Biraz sizlerдің інілеріңіз бар, жақсы ән орындап берсең кім ашында. Bu üstelik, üst başa üstelik mi karşı? Ulan istakan gözü ne? Анау, осы еркін көкі төрімізге әдемі құдашаларымыздың құдағайларымыз келіп отырмыз. Iya. Осы кісілердің құрметіне мына әдемі гүлдей отыр мынау. Адам алатындай бұл кісілердің үлгісін қараңыздаршы жымиған кісілердің үлгісін. Осы кісілерді қарап тұрып көргенде ол жібек деп әдемі осы қыздардың құрметіне миллион гүлдер деген әнді орындап берейін де. Sen milyon güldü koy. Öz Zaysan'dan gelgen bırak kula var. Sonra erkekte tural bölümün ayda. Ayın жақсы көреді, бұл көзді ayın турал bölüm айтып өте біледі. Негіз бар ғой, Шәмшіде, мана Мұхтар Шахановта бәрі бар ғой. Ақындардың бәрі қыздарға өлең жазған, еркектерге өлең жазған. Олар кейін қартайған кезде жазды, бұрынғандай өлеңдер жазған. Іші барсаң, сондай өлеңдер еркек туралы айтады. Оны кейін айтамыз. Burada қартайған деген ба деймін да балаңыз ән, сразу ане қойып кетті. Жасқа баспай дегенде Еркектер туралы. Құда сенің құрметің айтайық бірақ. Дөке. Еркексің сен. Сенің құрметке бір өлең айтқызайық. Қазақтың әзіргі нағыз трендте жүрген дейміз ба, солай айта берейін, жастар солай түсінеді. Тренд десе мына кісілер түсінбей қалуы мүмкін, мен де кеше түсіндім осы жерде. Бірақ хит болған дейді, жұлдыз болған дейді, сондықтан сол Нұржан Төлендей орындап жүрген ағаларым деген әнді ер азамат ретінде әрі жездесі болған мен бір ағасындай болған, күйеу баласындай болған, бауырындай болған бір рудың жігіті деп сені құрметтіп сол Нұржан Төлендейдің орындап жүрген ағаларым деген әнді сен үшін қанша ұзақ шақырым шынымен-ақ кластасың шақырса кейде бара алмай қаласың қолың келмейді. Сонша шақырым осы тойға барайын, осы қуанышқа келейін деп келіп отқан құда деп сені құрметті бір жақсы әнді Мақтарал, Жашөбе өңірінің жігіттері орындап берсін, қабыл ал. Әнсізге шаттанамыз емдеріміз, күш қойып жүре жөндіреміз. Атызын таймасар деп бабам айтқан, артынан әні болып біз келеміз.
de katmak tuttu. İzzet gegenleri var ya şirinceyi oralıyor. İzzet gegenleri de var. Sonuçtan buna aytayın degenim al kaçsa da kanday keremet çarasın. Uzatып alıp ketse de kanday keremet çarasın. Toydun barlığı bir tek ana iki jastın memlesi bizim aksesuarlarımız 10 gözden karasa kalganı jolda kaladı. Sonuçtan bizim 10 gözümüz durus bolsun. Ming siz bizden bir siz bize arttı. Sonuçtan sol şılgızımız aldanıcadır. O şöyle bir dilek çalgastırayıp ana kurt tavuk ayağın böyle birinci bir niye koştuğumuz da nasıl diyeceğim? Yerimiz, köngülümüz durus bolsa. Siz bizimiz durus bolsa buna alışta uzaklardan, yakındadan, uzakta yakındadan, yakında alıştadan deyden buna yiyeceğiz koymen, kızdın жүрмейтін жері жоқ деген сөзді қалай сонда? Деп ойлайтын сөйтсек, өзі адамның жасы келіп, үлкенмен сөйлесіп, үлкеннің ақылын алып, үлкеннің жақсы сөзіне мән бергеннен бастап, оны түсіне бастайды екен. Соған түсіне көзіңіз жетіп отыр, көздің жеткені бір белгі көзің, құда болып келіп отырсын. Жаңағы әпшемді айтып отыр, мына құдашаларыңыз сіздер жақта тәте деймін, қыздар? Апай деймін. Алматы жақта дәде дейді, Астана жақта дәде дейді, Қызылордамен біз жақ әпке дейді, әпше дейді. Жүздерге барсаң апа дейді қыздар. Сондықтан біздің әпшеміз болады, әпкеміз болады. Наймандарға құдаша құдағи болып бардым деп айтып жатыр. Семейге бардым. Семейге. Жайсаннан келген құдаларға арнайы құрметпен сөз берейік. Мына жерде нағашы жағынан келіп отқан келініміздің жеңгесі, келіні, құдағи болып келіп отқан құдаша деп құрметтеп сөз берсек болады. Бірақ ер азаматы бүгінгі делегацияның құдасы деп арнайы құрметпен сөз берейік. Сіздерден үлкендер келеді, бірақ сіз біздің есімізде қаласыз. Өйткені біздің есігімізді ең алғашқы есікті ашып отқан сіздерсіздер. Сондықтан өзімізді құда бір тілек жалғастырайық. Сондықтан мына кісіге құр арақ құйып кете бермей шай төгіп қойыңыз. Жағыңыз ба? Құда бір тілек жалғастырайық. Бересің мен жоқ. Құда, сен айт, біз жақта біздің Жетісайда, біз жақта тек қана қара шай мен көк шай ішеді. Süt çay desem onu ayıp, onu demletip güleyim ben. Bu yakta süt çay içiyor. Seviniz Bu mi? yakta süt çay içiyor koy. Çay içiyor. Öz aytып aslında. Ne yaparız? Saldatlar koyuyor. Şüpheniz mi? Yüreğim kulağınız mı? Yiyip yüz mü? Yüreğim Bir kelin, Sayık kökemindeki zincirimiz yak bir zincirim çay kuyup atır, çeynekte aldığına koyup. Odan beri kadar gelip atsa bir ağamız oturup kese deydi, o desinler değil mi? Kese deyip biz piyala deyiz. Piyala dese niye ayıp atır deyip ama biz nan piyala deyinsinler, kese deyizler. Sen ödüp atkan kese gibi savsaklıdır gibi deyip. Sen özünüz yak bir jigit otur deyip. Mazız kaçıp etse gibi kesege savsaklıdır deyip. Ya apa, nege savsaklıdır her kesege tığa verdim tek abid etti kurt dese. Ey bola koyadır abid ettin de adam öz nabat var kesesinde petron kesesinde. Kurban benim balası nabat veri vermeyeyim ne kadar kep koydu. Kurban benim balası nabat sabat koydu kep koydu. Eklek aydın sen. Бүгінгі ойымыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын, өзіңізге шүгірлі болыңыздар, дастархандарыңыз тек жақсылыққа берсін, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, сыйластықтарыңыз кетпесін, әрқашан күліп ойнап, тойдан тойға тек жақсылыққа жүре берсін. Жары болған кейін, осында бір сөздер жалғастырайын. Жаңға, сендер жаға Қытай жағын ғой, бізде өзбек жағын. Сендер шым дейді, шықса іші деп сөйлейсіңдер ғой, осы жақта. Біз жақта ұяқа, бұяқа, қаяқа, нәйімі деп көре береміз біз. Сонда араласып отқан елге қарайды. Ана жерге барсақ, бір километрде шықпайды. Ары қарай қазақтың жері таусылады, аяғын салбырап отырсың да болады дейді. Сол өзбектердің бір сөз бар. Kүйеуің түсінбей қалса айтып бере өзің өзбекшелер, қазақшалар, асықта айтасың ғой. Бір өзбек баласы келіп қоймайды дейді да құдағи. Айе деп, нема болды оғыз? Айе осы біттәгілер көштен ана қанша самса шығады? Бетіне сыйлана сепкен самсаны көріп тұрса керек те баласы.
Koya kırıştı benim varsa ayı bitte bile göçten kança samsa çıkartıp bitte bile göç degen bir kilo yettin kança samsa çıkartıp sorap atkan koyam dedim şişesi aydı var dedi oğlum sonan bilmeysen onun göçük emesi onun piyazına baylanısı da kança samsa çıkarttım ben sendir gelip de samsa pişirgen canattın gelinde arasında orunlar onu yemeği koysunlar onca olmaya kaldıma deyip ona yemeğleri sönüp daha sen ne yapıyordun ya, tistek benden ama mayda olarak kolunda gitmiyor dostlar. Ben o kudaşana bir söz verip kudaşam, karındas, ötek çalgastım. Bu bizim babalarımız yoldaşı dostlar. Жаңағы ustazdың алдында тіліңді тарт, ustanın алдында қолыңды тарт деген. Сондықтан мына Ердәулет бабаңыздың жалғап келе жатқан біздің осы әкеміз бізге талай автокөліктер сыйласа біз енді жаңасы ескісі емес, бірақ жүруіне осы трассада әкеміз жүруіне үлкен ықпалын септігін тигізген біздің көкеміз. Әкеміз бар, тамыр болсын, кәнеге бір-бірімен жақсы араласады. Сондықтан жақсы құрметтейміз бұл кісінің бабасын. Көде осы күнге дейін сол сендер ұлыларын сұрамаппыз ғой ше. Осы жерден дейді бұларға солар байлар жандарма деп бапым оны көрсек көке деп өзіміздің туғанымыздай дейді. Көке деп інім бар деп амандаспай қарындас сен де бір тілек жалғастырып жіберем. Тек қана жайсаңнан келген жігітке шабалау ұрып құдашаға шабалау ұрмар ма деп қалмасын. Осылай құрметке сыйлап, ақтастарғандарын шайып шақырып жатқандарыңызға, осылай құрметтеп сыйлап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Бұйырса барлығы жақсы болып, той-тойға ұласып, дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылып, сол бақытты болсын, бірлі-шүбірлі болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Жаңа сөзді ма еркін көкем айтып қалды ғой? Алыстағылар, келген аяқтарына пісіп үшін, құда қаласа мына қыздарым бізге жақсы келін болсын, ұрпағымызды көбейтсін, құда қаласа. Келгенде сәлем салып, тамақ беріп, шай берсе, сол жақ құда қаласа. Ал 2 жас бақытты болсын, сол үшін алайық. Біздің келініміздің бауыр десең, Жанат жеңшемнің бауыр деп сөз берді. Біздің Ережеп атамыздың бауыр, біздің үлкен құдаша. Жалғыз шешесі бар адам қартаймайды емес, құдашасы бар адам да қартаймайды. Осы әулетімізді, Баймырзаевтар әулетінде жүргенде де қыз болып құдаша болып жүр. Болмаса немересі әже болып тұрса да әлі мені қартаймайды, құдаша болып жатыр. Сонда жаңағы Аққалатта дәрігерлер саласында қызмет атқарып жатыр. Келін, сен енді көп барасыңдар ғой, елдер роддом, больница жағалап, біз бармаймыз, біз бірақ жағдайда барамыз, кететінен алдында әйелдер көп тұрады. Сонда сіздердің құдашаларыңыз болады, құдаларыңыз көгі. Сондықтан мына біздің әпшеміз болады. Бұл әкенің бауырына сөз берген. Мына қыздың әпшесіздер, мына құдағайдың әпшесіздер. Сондықтан мына біздің әкеміздің бауыры деп қызға сөз берген. Әпше, бір тілек жалғастырыңыз. Үйге барып біреу ұрып атсқа. Жүсіп пішет деп айтқан. Жүсіп маған тапсырып жүрген, сән көрім бәрі ішкен. Жиджең, сіз құтылайын деп айтқан жоқ ма? Сіз құтылайын деп айтқан. Менің шешем байғұс өтінері көкітті ғой сол айтатын еді. Өмірде жүре берсең, көре бересің. Көріп, көне бересің. Көніп, көріңе барып түсе бересің дейді. Сонда мен түсінбейтін екем да, шешем сөзінен. Бұл өмірде жүре берсең, бәрін көре береді екенсің ғой. Осы өзі 10 жылдай Досай көшесінде тұрдым. Одан кейін бір ініміз өмірден өтіп, Алтын Сарай жаққа барып, Восточный көшесінде тұрып жатырмын қазір. Отаным бос қалды қаңырап. Сол жерге барып, ешкімді танымаймын, ешкімді білмеймін, араласпаған. Сол кезде осы бірінші есігімді ашқан осы Мери қыз болды. Жаңадегі. Ой, әпшесі осы жаққа кеп қапсыз, ой, 2 қызын әкеп укол салдырып. Содан бері бұл кісілерді жақсы танимын. Қоңсымыз болып шықты. Алыс берісіміз, жаңағыдай келіс барысымыз әйтеуір жақсы.
Мына Мере Ағеке қызда қолымызда өскен қыз, кеше осы 1 жыл болған жоқ, ұзатып жібергенбіз. Мына қызды сол жерде өскен қыз, қасиеттерін алып қалсаған, бұлар негізі қоңсы, арада үйде жоқ. Жаңадегі Роза Құдағидың баласы, мына келіні ғой, жалғыз баласының. Сол жерде өсіп, өніп, жаңадегі тұрып жатқан жеріміз ғой. Негізі оңал, бұл тойдың себептері, бұл тойдың иесі осы ана қоңсын мені жүр жалғыз, яқта бауырым жүр жалғыз, екеуін таныстырайын, көріңдер деп көрсеткен бір жөн. Көрсетейін, ары қарай сөйлесіп көріңдер болса, болар, болмаса қояр, кіммен кім таныспай жатыр деп таныстырған едім мен. Қаманауыз деген сөз бекерге айтылмайды ғой. Иә, бүйтіп қарап тұрсам, үйім, жаңа қолым тимейатса, үйімнің сыпырып бастырым, тек қол жұп кетесі бар. бір бәле қылсам, бір бәлем істеп кетеді. Мына әжептеуір қыз екен ғой, аяқ қолы жылдам ғана пысық екен ғой деп жүрдім. В общем, 6 жыл сынадым ғой ол қызды. Келіп кетіп жүрген кезде. Сөйтіп жүрген кезде мынау Дәуренге айтып, давай таныс көр. Сонымен таныстырып, екеуін 2 айдан бері кездестіріп, сөйлестіріп жүріп, ақырында мамаларын кездестіріп, мақұл-мақұлға кеп, міне, ініміздің басын екеуі қойып отырмыз ғой. Мынау қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ дейді. Қыз аралап жүріп, кездесіп жүріп, қыз даладан бардым дейді ғой. Сонымен ел аралап кеп қалған жөні бар осы. Бақалса мынау Ақерке көңілдерің тоқ болсын, міне тамаша менің төркінім. Қалай болса солай есікті ашып кеп, теуіп, өшел думалап, еркін өсіп асқан, өсіп өшеден шығып кеткен қыздарымыз біздер. Менің төркініме келін болып отырапшың. Ойланбаңдар, жаманымызды жасырып, жақсымызды асырып барасыңдар. Құда қалса жаман жерге келген жоқ. Өте жақсы жер. Женше манау балдарын көрдіңдер, келіндерін көрдіңдер. Осы уақытқа дейін Меридің қиналғанын көрдім мен. Енді оның да жарқырап жүрген кезі келді. Құдай енді етектеріне берсін, Құда қаласа осы Қаракөз әулетінің ұрпағын көбейтсін. Жаңадегі Дәурен інім ойнап күліп, екеуі бірге жүріп, бірге тұрып, бақытты кездерді өткізе берсін. Бастысы денсаулық. Қалғанның барлығы базарда тұр. Сатып ала береміз. Ақша болмай қалса, қарызап кете береміз. Жеда табылмайса, заказ берсем шыңғы сөз әкіп бірді. Едеміз. Жастар бақытты болсын. Бұған әнесімен білді. Ал енді Әрсеме тілеккес болып кеп қалған жайын бар. жерің қуанышты болсын. Мына енді мына кісілер таныстырайын. Бәрі жақсы. Мына қалса ойларыңыз жақсы болсын деген. Енді ауыздарыңыз дәмде болсын. Келген кісілер таныстырайын. Мына біздің апаларымыз, аналарымыз, апа отырыңыз енді. Еркісіне далайын. Сондықтан Шыңғыстың, видеоға түсіп тұрма. Ожар түсілме, жоғынан. Мынау. Енді құдағилар, құдашалар, біздің мына Мейрамгүл апамызбен сырлас, замандас, құрдас, біздің осы кісілермен класстас, дос, құрбы, бұрын союз уақытта гәптестер болса, қазір бұл кісілер сырласу кешінің арулары болған атаңыз. Сонда сырласу кешінің арулары, апамның құрбылары. Апа, есіңіз айтыңыз. Апа? Айсұлу. Еңгір, Таусамалдан келіп отырмыз. Таусамалдан келген кезде үйден шықпай демалып деп бұлар досымыздың қуаныш деп келіп отырмыз. Сондықтан мына кісі апа, енді сізді үлкен болғанмен таныстырайық. Бажасы болып келеді. Үйленген балдарыңыздың бажасы болады. Жайсаннан келіп отыр. Есіңді айтыңдар. Ал енді бұл кісі келіннің бауыры болады, құдашамыз болады, есіңізді айтыңыз. Ал енді келіндеріңіздің бауыры
Құда бала Кореяда екен. Сол үстіндегі құдағы келін бала немере келін қояңыздар апа. Есіңді айтып бердім. Камила. Ал енді бұл жаңа құдаңыздың жұбайы, келініңіздің мамасы. Солардың көргін жағынан, нағашы жағынан бөлек болып қатынасып жатырмын. Бірақ байлар жандардың келіні болады. Той біткенше осы жерде құдағи болып, құдашы болып отыра тұрсын, ертең палау таратасын айтсын. Келін. Сондықтан мына осы кісілер енді осы жерден бір тілек жалғастырайық. Жанат, енең бір жилетті кигізсе, өзің бір жилетті кигізмақ ма? Мына қайын мекең себепкер болған екен ғой, айтты ғой. Бір жилет кигіз жүр енең өндірден. Алыңыздар енді. Құдамына кесенің набата. Осымен жол кетеді дейді. Өзбек ағайындардан үйреніп алғанбыз бұл біз. Құдажан? Құда берді. Шайдың ішіне салып. Шайдың ішіне. Салып берді, қатты болмайды. Сондықтан мына бір жақсы әнді айтқызамыз, тілекті жалғастырамыз. Мына бармен жоқта, отпен жоқта, мына алайта тұрмыз. Есті жиған біздің аналарымыз. Өйткені шынымен қазір айландырған бір 2 ай, 3 ай кредиті төлей алмай қалған семьялар ажырасып кетіп жатыр. Біздің аналарымызға рахмет. Союз тарады, жоқшылық болды, біреу дала кезді, біреу базар жағалады, біреу отанды жағалады, біреу масақ берді. Бірақ біздің ұл қазақтың ұл қыздарының әдемі табанын нық басып, тік тұрып бой көтерілуіне қанша ұл қыздарға себеп болған біздің аналарымыз. Бұл қыздарды қанша құрметтесек артық етпейді. Қазіргі уақытта сәл қиыншылыққа бүйтіп қалады. Осылар қайыспай, біз осы жеңіске жетеміз, осы қуанышқа жетеміз, осы балдардың бақытын көру керекпіз. Құдай, біз қазақ Құдайға команда беріп сөйлеген қазақпыз. Құдай, осыны көрсет осыған жетейік. Денсаулық бір күш қуат бер. Денсаулық болсын, қазағым аман болсын деген тілектердің бір себептерінде әдемі дастарханның басында бас қосуымызға осы аналардың, әкелердің тілегі, Құдайдан тілеген аманаты кесілген артық айтпаймын. Содан осы апаларымызға бір сөз берейік. Жаңағы 70 жылды жағылып, күндей жарық бола алмас, 7 жеңгең болса да, бір анамдай бола алмас, 70 жеңгең болса да, ана орнына тола алмас деп бекерге айтылмаса керек. Міне осы Мейрамгүл анамыздың көзін көрген, анасының көзін көрген аналар қатар болса да, біздің аталарымыз көрген, Ережеп әкеміздің көзін көрген, осы өңірде қанша, осы қалғыз Жамбыл дейді, осы өңірдің қазірдің қалауына үлкен еңбегін сіңірген азаматтар, тыл ардагерлері өтті осы жерде. Мына жерде әлиямыз бар, соғысқа барғандардың үстіндері бар осы Жамбылда. Сол кісілердің ауылымыздың көркеюіне септігін тигізген азаматтардың көзін көрген аналар десімен артық. Содан осы апаларды, аналарды құрметтеп, бір әдемі ауыздан шығатын ақ тілеп, ақ батасын құрметпен анадан қабыл алайық. Апа. Әпшелерің бола ма? Әпшелерің. 2 жас бақытты болсын, үстіндері сау болсын, өсіп өне білесін. 2 жас бақытты болсын, бәрі бақытты. Ал Мейрам құтты болсын айналайын, көптен келдің ғой, жақсылық болды. Бізге де жақсы болсын. Амин. Қуанғанымыздан келдік қой. Рахмет. Қуанышы құтты болсын, дені сау болсын, аман болсын. Жетегіне берсін Құдай. Өсекте жатқан жақсылық болсын, той болсын. Өсіп өне берсін жастар. Біздің жолымыз берсін. Ал сол үшін Ол солдатты бір ағмадасы бар. Ана бір 4 кәмпитті салып, сөйтіп 30 теңгеге залогы тимей қалса, тойында да зігіт қылатын. Кешері баяғы. Сөйтіп ол не десек, оны анау жақсы нәрсені көрмекке дейді. Оны дүние қылып емес,
Toy деген балам мен қызыма немерелерime жұғысына талас болады. Сондықтан бұл әйелдер қабылмайған көргенім бұлар базарға барса не құрып кетіп десем. Көде жинағын бермей қойды ма? Бұл әйелдер сондай екен базарға барса көйлекті көзі әле тұрсын ба енді келгенде аламын сыйлығы төле біледі екен ғой. Олар ол нәрсені қолына жетпесе де, оны көрудің өзі бір бақыт екен әйел. Біздің қазақтың кәдесі дәстүрі осы нәрсемен бөліп тұрады екен ғой өзге ұлттардан қарағанда. Енді сөзің айтым, ескертім. Есма дәуленің жаңа классасының бір қатар келіңіздер таныстыра көзімізді. Саламатсыздар ма? Қандайсыздар? Енді достар, жолдастар, Айданатты жақсы. Айдана кесейін. ұл болсын жақтан емес пе, классына жақта келіп тұрмау келіне? Жүгірмей алдың ба? Жүгірмей алдың ма? Келіңдер, бері келіңіздер. Мынау достары өте көп. Жаңа сіздерге реттеп салют атамыз деген ой болған бізде. Жаңа сен бауырым дедіңіз, Шыңғыс деген бала келіп жатыр қойсыңа. Солар сигнал бергенде солар сендер ма деп атып жетті, сендер кейінді жоқ болып қойшы. Салют атып қойғанбыз. Осы кем болды. Оппа, атылып деп. Аттық негізі. Сондықтан достар, рахмет. Дос дегеннің шырайына сындырып алма, абайлан. Сындырып алсаң шырайына жиып алу. Оңай ма деп Мұқағали Мақатаев. Қазағым деп өтті. Бір өмірге қабыл болып өтсе де, қазақтың әр қайсысына өлең шумақтарымен орындап өтті, айтып өтті, зарлап өтті. Абай мен Мұқағалиді таныған Құдайды таниды. Сондықтан Мұқағали атамыздың өзі досты үшке бөлді. Байлық кеткенше, тақ кеткенше, билік кеткенше, одан кейінгі кеудеден жан кеткенше деп. Бұл класстас деген, бұл байлығында, атағында, даңғында керек емес. Класстас деген кеудеден жан кеткенше дос болып қалады емес, класстасқан екен өмірде. Жолдас деген жолдан қосылып, жолдан қалады дейді. Сондықтан осы Тайғұлдай кебісіп өскен, осы көшенің шаңын шығарған, талай бишілерге келгенде бөтен балдар ұрып жүрген жігіттер осылар. Сондықтан әр қайсысы бір салада келе жатыр. Бетке айтып мақтау әдепсізге жатыр дейді, мақтайын деп тұрған жоқ. Мынау осы кәсіптік жағында келе жатыр. Сіздерге кеу жолдас болып барды түсіндіріп деген. Одан кейін өнер саласында мен айтарым, осы өнерге қадам басқан кезімізде ағам әкеммен жүрсе біз бөлек жүргенбіз. Сонда мына осы екеуміз бірге қадам басқанбыз. Класстас болғанмен маған жақын досым. Нанды бірге бөліп жерге әтеп, қыздарының жақсы қайнауына екеуміз біраз септігін тигізген. Бұл өлең айтқанда дауысы ерекше бұның. Біз Ғалия деген әйел өлең айтқызбай қойды, тойға шығармай қойды, болмаса дауысы деген әзір сахнада жүретін. Одан кейінгі класстасы досы Ерлан. Жаңағы сауда саттық, авто, темір жағынан. Сондай кәсіпкер біздің азамат деген жолдастар, достар. Мұғалім. Бұна кісі мұғалім, Ерлан. Азамат болмайды. Жоқ, мұғалім екі. Ерлан мұғалім, анау кәсіпкер. Сондықтан ар жағында келіншектері қыздың құрдастары болады есіміз. Айдана, Данияр Мелжек. Данияр жоқ, күйеу жоқ, өзге сендер келгеннен дос болды. Ар жақтағы балан сатып жүрген қарын. Шымкентте қатын көбірі болса, іште балан салатын. Қатырма кезін бармыз. Сондықтан студенттің келіншегім Аржан. Мынау енді класстастарының бажасы болады. Жайсаңнан келіп отыр. Абай атамыздың шыққан жерінен. Құда бола ма? Иә, бажасы болады. Бұл жаңа құрдас келіншектерінің бауыры болады, қыз құдаша болады. Сол әулеттің құдағи келін болады. Бұл кісі бөле жағынан, нағаш жағынан. Қуандеп сөйлесін. Бұлақта бір сөйледік та? Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Бәріміз қосып отқан 2 жас бар. 2 жас бақытты болсын, сау болсын.
Әрдайым осындай жақсы дастархандарда сіз бізбен кездесіп, Құдай бола берсін, осы екі жас бақытты болсын. Сол үшін. Ағайымызда, келіп отырмызда, Құдай қаласа. Тамам мен. Мен сен күйеуің тойға барып келген маған Маржан. Даниярдың әйелі өзі ешқайда бара алмады. Данияр келіншегі бір тілек айтсын. Шабан досым келіншегі. Құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдай қаласа ең кішкентай дастарханымыз осы болсын. Бәріміз осы екі жас деп жиналып отырмыз ғой. Екі жасымыз бақытты болсын. Келген құрдасымыз биыл дара келін болса, келесі жылы ана келін болсын, Құдай қаласа. Осында отырған үлкен апалардың жолын берсін. Бақыт, тек қана бақыт тілеймін. Бақыттың ішінде бар нәрсе бар деп ойлаймын. Сіз болып, біз болып, осы екі жас отбасы құрып, шаңырақтары кең болып, керегелері кең болып, шаңырақтары биік болып кетуге үлесіміз қосайық. Тек қана осы дастарханымыз жақсылыққа, тойға жағын берсін. Достар деп атыр ғой, мынау сіздердің құдағайларыңыз Мейрамкүл әпшеміздің ең үлкен Мейрамкүл әпшеміз, одан кейін менің шешем, одан кейін осы Айдананың қайнатасы. Біз ұзақ емеспіз. Біз алыс емеспіз, бәріміз бір класста оқығанбыз, жаңа бөле нағашы. Жаңа екі нағашымыздың ұлы оқыған, кейін екі бөле оқығанбыз, төртеуміз бір класста оқығанбыз. Сабақты қайталамаңдар, біз бағана айтып қойғанбыз. Айтып қойғанбыздың енді таныстырып жатыр. Біздің папамыз жолда келе жатыр, үлгермей қалып қазір кеп қалады. Кеп қалады. Есімі жаңа Айдана, Мейрам әпшемнің інісінің келіні, туған келіні. Мейрам әпшемнің сіңлісінің ұлы мен келіншегім Маржан. Ол болсының күйеуі қара көрсе, қуанышына іні болам деп сол жағында айтса, бұл шешен жағын айтар. Бөлім ғой. Біз ағайын жарылмасын. Келіншектің келгенде осы екеуі жарылды, басқаларды қайтам. Ой, айта бер. Балалық болса шалалық деңіздер. Ол бұл жерде 2 сағат отырсақ та ол уақытта тұрған еш нәрсе жоқ. 5 минут отырсақ та ода тұрған еш нәрсе жоқ. Ол уақытта тұрған еш нәрсе жоқ. Қолымыздағы сағат өзіміз қойғанмен уақыт аламын. Сонда әзгердей уақытымыз үнемдейік, ертеңге тойымыз бар. Сонда қуғыншы деген құда. Қуғыншы дегенде, қуғыншы деген қуып барып қуыплайды көреді. Соған жетіп алу керек құда. Сонда сәл асықтырып жіберіп демеңіз, апа. Мына өздеріңіздің құдағиларыңыз, құдаңыздың келіні бір тілек айтсын. Сондықтан мына ағашылар жақтан үлкендер сөйледі, қалғандары қосылады. Қарагөздің әйелдер толық қоса толыққан өзін жауап болады. Қайынысынан өкпесін айтар, рахметін айтар, солар ретке жатар, барлығының орны бар, жолы бар, сөйлесуді қандай керемет жарасады. Сондықтан бұлардың да бөтендігі жоқ маған. Сондықтан сіздерге деген
құдалықта, жаңа тамада үйлеріңізге сөз бергенде шаңырақтарыңызға барып еніп, кейбір көкейдегі, жүректегі жылу сөзді жеткізе алмай, айта алмай қалған, ұмытқан жерін, болмаса қобалжыған жердегі жақсы сөздерді елдеріңізге, әулеттеріңізге дұғай сәлемді. Біздің Мейрамкүл анамызбен Қуаныш ағамыз жеткізетін болады. Соның алдында Құдай сіз бастаңыз, жақсы тілек жалғастырыңыз, өзіңіздің құрметтен қабыл алайық. Қызды жеңге құртады, жеңгені теңге құртады деген өтір көрген құртатындар не қылды. Сондықтан беймарал айта беріңіз. Сен тойларың құтты болсын, жастар бақытты болсын, үбірлі шүбірлі бол. Ендігісінде бесік тойға жете берейік. Осылай бізді күтіп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Ендігісінде күйеуім кеп сізді күтіп алсын, жақсылап келеді. Не деймісің, жастар бақытты болсын. Осылай отыра берейік, күліп ойнап жүре берейік, сыйласып, құрметтеп бір-бірімізді. Көп-көп рахмет сіздерге. Жастар бақытты болсын. Онан туын кемеліне толып, дегеніне жеткен ананың жүрегі жарды жақсы тілегін жалғастырайық. Өзі шариғат жағына кетсек те кетпесек те біз қазақ жағында мәшһүр бар, абайымыз бар, Әлихан Бөкейхандар қандай сөздерді айтып өтті, Міржан Жақыптар қандай сөздерді айтып өтті. Үлкенді сыйла, үлкенді сыйласаң алдыңнан шығар. Әке шешеңді құрметті, үлкенге құрмет көрсет, кішіге ізет көрсет. Кісінің ақысын жеме. Біз соның бәрін істей білсек, неге біз тозақи болып біздің жайымыз жеме. Бірінші біздің басты мақсатымыз әке шешемізді құрметтеу, батасын алуды. Мұны әке шешенің батасын ала алмай, армандап алған азаматтар қаншама, батасын алған азаматтар да қаншама, тіл көз тасқа, сұқтан Алла маңғылсын. Сондықтан біздің анамыздың барына шүкір. Өзі қария сүйбардың қазынасы бар дейді. Бүгісіні қарияға теңеп тұрған жоқпыз. Тақ біздің әулетіміздің жұдырықтай ұйытқысы болған, берекесі болған, балдардың ауызбіршілігі, кәсіптің жақсы дөңгеленуі, берекенің бірлігі, жұдырықтай болуы, осы біздің апамыздың, анамыздың арқасы. Сондықтан осы біз апамызды қатты құрметтейміз. Сондықтан Мейрамкүл анамыздың 4 перзенті болатынымызды соның түді түгелден. Оның өзі бір ғанибет, бақытты сәттер, қуанышты күндер. Сондықтан осы қуанышты күндердің қуанышы балдардың есік тойына, сүндет тойына жалғасып, мұны сіздер келген кезде шаңыраққа үлкен атасы есігін сатып алсын деген сәттердің қуанышты балаларыңызға Құдай жеткізсін дейміз. Сондықтан бір жақсы тілек Мейрамкүл апа, өзіңіз бір тілек жалғастырыңыз. Тура біреуіне жаңа даусын, біреуіне әнің есімде тамадалым деп көте салған ойдады. Не деген керемет еді. Не деймін айналайын. Құдағилар, құдабалдар. Енді бүгін құдабалдар, құдаша нелер ғой, ертеңге танысқаннан кейін, әй, келін деп қойған ғой. Келін бауыр болып кетті ғой. Бауырымыз. Иә. Қазір енді бұл құдабалдар, құдашалар деп сыйлайық. Төрімізден орын алып отырсын, құтты болсын құдалығымыз. Барлықтеріңізге рахмет. Мен қуанышымды бөлісіп, келіп отырғандарыңызға, үстіп үйімге жаңағыдегі осынша құдағи құдашаларды күтіп жатқандарыңызға. Сол жердің түбінен айгүл үлкен рахмет. Келіп, осы қуанышына ортақ болайын деп келіп отырғанына жүрегім жаратып ырзамын мен. Денлеріңіз сау болсын, бәрімізде, үйлеріңізде той болсын, аспанымыз ашық болсын, заманымыз тыныш болсын, тек жақсылық заман болсын. Үйлеріңізде тек осындай тойлар болсын. Мына екі балапанның құрып жатқан шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын, өссін, өнсін, өздері ішінде көбейе берсін, рақатын екі жақта көріп жүре берейік. Тек жақсылықтың қуанышына осындай дастархандарын жайла берсін. Бұдан да кең дастархандарда кездесіп, сіз біздесіп, араласып жүре берейік. Ешқашан ортамыздағы алтын көпіріміз мықты болсын, бұзылмасын, шайқалмасын. Қыз
елу жылда өз еліне не болады дейді, құдағи болады дей ма? Өз елімізде құдағи болып жатырмыз ғой. Одан 100 жыл Құда қаласа жалғаса берсін осындай құдалықтарымыз, бәріміздің де денеміз сау болсын. Бәрін осындай тойлар көріңдер. Құдағиларға айтып барыңыздар, кемшілігі болсақ, жаңағы жасырыңыздар енді. Төркінім болып жатыр ғой. Айып етпеңдер енді сәл кемшілік болып жатқан болса. Бары күшті рахмет. Сәлем айтып, елдеріңізге барғанда рахмет дегенде ол кеп күшті күтіп жіберді. Болып сөйлеймін, ағаның орнына аға болып сөйлеймін, ананың жанында құда болып сөйлеймін. Онда болса құдайдың дегені болады. Құдайдың сүйген пендесінің шаңырағында тойы жиын болады деген. Осы анамызбен көп ауыртпашылықтың бәрі осы Қуаныш ағамыздың үйінде. Қалғандардың бәрі осы кісілердің арқасында. Сондықтан жаңағы әкеңнің жақсы аты ұлға 40 жыл азық деп, Қарагөз Оруының ішінде, Баймұзайыптар әулетінің ішінде, және үш атады, Ережеп Ақсақал жастар түсін түсте алмаса да, есім ағайындардың арасында қалған азаматтың ұлы, сіздерге құда басында. Сондықтан осы Қуаныш ағамызға да сөз беріп, Қуаныш көке, сәл асық 40 жылдамдатып жеріп демеңіз, бұда тұрған ешнәрсе жоқ. Сондықтан қорғаншы болған кейін, елші болған кейін, аманаттың иелеріне тапсырып болған кейін, елден елге жақсы сөзді жеткізіп баратын осы хабаршылар. Сондықтан бұл кісілердің өлген әкелері бар, аталары бар, енелері бар. Соларға дұғай селенді жеткізсін, делегацияға бармаған құда жекжаттарын әдемі құттықтау сөзін құрметін оларда әулетке жеткізсе, бір әулеттің алып келген аманаттарын сіздерге табыс етсе деп тұрмыз. Сондықтан құдалық болғанда беймарал емін ерген жайғасатын боламыз. Сол күнде Құдай жеткізсін, соның алдында бір құттықтау сөз өзіңізбен құрметпен қабыл алайық. Қуаныш ағамызға бір қол соғып құрмет. Рахмет сіздерге баршаларыңызға біздің осындай жақсы күндерімізде, қуанышты күндерімізде жанымызда болып ағайындарға, әпшілерге, нағашыларға, баршаларыңызға құда сіздерге рахмет. Сіздің жасыңыздың себепкері болған інімізбен кейін табысы өздерімен өздері өссін, өнсін, көбейсін. Сол сияқты өзім құдашан алып неғып отыр екенсің, қосынды бажалы болсын, сендеріңе сіздіктерің ата берсін. Құдағи келінсіз ғой енді. Құда бала келе берсін аман есен, елге алдыңызда болсын. Келгеннен кейін жібермей қойың, сразу депортер тұртып қасыңызға деп ба. Өзге де бар ғой? Өзіңіз кейін, есіңше таныс бар деп отыртады. Рахмет Құдашы, Астанадан келіп отыр екенсіз, білесіз болып, жоғалмасын. Рахмет сіздерге, баршаларыңызға. Жас болсаңыздар да бір елдің аманатын көріп отырсыздар. Барымыз осы, үйіміз, ағайындарымыз бәрін көріп отырсыздар. Азаматшылық білдіресіздер, Құда қалса елдеріңізге сәлем айтып барыңыздар. Тек жақсылықта, аманшылықта жолға, тек осындай тойда шаңыраққа келе беріңіздер. Сіздерге рахмет апалар, бүйтіп анамның жолдасы болып сояқтан келіп отырсыздар. Енді Алланың нәсіп етіп екеуі осы қуанып жатырмын. Ұзағынан сүйіндірсін, өсіп көре берсін. Менің де 4 балам тең болып, Құдайға шүкір. Жеткізгеніне Аллаға мың қатыра шүкір. Алтынай әпше үлкен рахмет, ортада посредник. Үлкен рахмет, ортада. Әйтеуір екеуін табыстырып, ортада себепкер болды. Ата-ананың арманы басты мақсат балдардың бақытты болу ғой. Сондықтан апалар сіздерге не қажет, еш нәрсе қажет емес, сіздерге тек қана солар бақытты болса, аман болып тұрса, денсаулығы зор болып тұрса, одан асқан бақыт бар ма? Сол қуаныштардың бүгінгі төртеуі түгелденді.
Сондықтан жас болсаң да Құда жолың сен бір дастарханға бата қыл, кейін өзіміз жолашар қыламыз. Абай шыққан жерден келген Құда деп бата беріңіз бар. Дастарханға береке берсін. Үйден тыныш болсын. Әрқашан осылай дастархан тек жақсылыққа, тек жақсы іске, жақсы игілікке жайыла берсін. Үйлеріңіздің береке, шөбереге, шөпшекке тола берсін. Дүниедегі бар жақсылық тілеймін. Екі жастың баянды уақытты болуына тілектеспіз. Жастар бақытты болсын. Сіздерге баян ал. Кардиганы. Үш көйлегі. Көйлегі. Мен сіздерге Құдай қаласа тойларыңызда, үйлеріңізде қызмет қылып, сол кезде киіп барады, енді жақсылыққа тойға кетейін. Залда мойкасы. Турецкий, барлығын турецкий магазиннен алынған. Тойларыңызда, үйлеріңізге есік ашып барғанда киетін киімдері. Көйлегі. Мынау сырт киімі, кожа, тана кожадан жасалған. Сырт киімдердің біреуі. Мынау үйге киген көйлегі. Денесі қызмет қылғанда кетеді. Мынау двойкасы. Жұмысқа мында тезделізбен қыдырғанда кетеді. Мынау тоже костюмі. Мынау үйге киетін халаты. Құдай қаласа, апама қызмет жасайды, осы халат киіп алып. Апам болмалайды расына. Тағы да, мынау жеңіл халаты, мынау кішкене қалыңдау. Мынау қыстық, мынау жарқын. Сондай халаттары тоже. Разный цветлер алдық. Жарбушақ жауылады. Мынау спортивкасы. Оны тоже жездемен қыдырғанда кетеді. Алғанға деген қорқасыз. Мынау жездемдікі. Ал кейін ба дейді кейін. Мынау тоже рубашкасы. Көйлегі. Үйде қызмет қыламын деп Мынау енді басты көйлек енді. Тәтті шайға кигенде қазақша көйлек. Әдем бешпетімен. Орамалы. Көйлектерге әдемлеп тағып өзі үйді сәйкестендіріп киіп тағады. Мынау тоже үйге кигенде орамалдар. Мынау шарт. Ыстық шарт. Пижамасы айтады. Мынау плашы. Пижамасы. Мынау тоже пижама. Бізге киген нәрсе. Аяқ киіп, үйге киетін домашний. Мынау сыртқа келгенге, үйге есіктің алдына келгенде шлепкасы. Тоже. Қонаққа келген барғанда есік алып бұл туфли жаңағы қонаққа қыдырғанда, сіздерге үйлеріңізде қызмет жасауға барғанда осы жақсылыққа киіп қоздыра берсін. Мынау сумкасы, көйлектермен әдемілеп үйлестіріп ұстайды. Мынау косметикасы келіндеріңіздің фото. Шашын бере алмайды, ішінде фото барлығы бар. Мынау постельный наборы. Байқалсын, спальняларда жайып жатыр, турецкий. Әдемісін алды. Мынау сіздермен екеу сүртінет бағындай полотенциясы. Мынау сумканың деташтары. Диваны бете жабатын набор. Турецкий набор. Мынаның ішінде енді ыдыстары бар. Көрпетесіне кеп қаған. Ыдысында сразу береді. Салат салғанға. Мынаның несі бокалдары. Сахница, бокалы.
Тоже салатница. Кесесі екен. Тастар. Али, әдем, Али кош. Али. Салатница. Фрукт. Нарезканка. Ренжімеңізді қолбасы. Бұйырсына жақсы қолданыш. Конфетница сервисі. Барлығы набор жері, набор екеуден. Енді жұп-жұпмен болсын деп екеуден алдық. Әдем тастардың фруктицасы бар. Печеный қойғанға жаңағыдай. Торт не саласың? Мақсатқа тойға жағансыз, тойға қолданысыңыз. Мынау шайнегі. Шайнек набор ішінде. Мынау персонный набор. Мынау үйге нан тоғыз. Нан тоғыз. Мынау ағайын тоғыз. Мынау тәтті тоғызымыз. Мынау ерекше болсын, нағашы тоғыз. Өздеріңіз қарап аласыздар ғой енді. Керек заттардан алдық енді. Майда шүйде жаңағыдай болмайтын заттан көріп осы жақсы ғой. Bir алсаңдар, бір заттан алсаңдар қолданылатын заттар. Керек.